Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай пиццаның рецептісімен бөліскім келеді. Ең әуелі мен тестімді басу үшін 300 грамм жылы су алып құйдым. Ол суыма тұзымды, қантымды және ашытқымды салып, және сондай-ақ оливке майын құйдым. Оливке майы жоқ болса, өсімдік майын құйсаңыздар да болады. Және ұнымды салып, мен жақсылап тұрып араластырып тесті бастым. Қамырымды илеп шықтым. Міне менің қамырым осындай болып шықты. Мен қазір бұны осындай мешочекке салып қойып қоямын да, енді начинкасын дайындауға кірісемін пиццаның. Мен осындай съемка алдым. Съемканы қылтандары болса ішіндегісін тазалап отырып, осылай бөліктерге бөліп кесіп алдым. Егер сіздің съемкаңыз тұздалмаған болса, онда қазір ыдысқа салған кезде кішкене тұз сеуіп қойып қоясыз, начинкасы дайын болғаннан кейін. Енді мен соусымды дайындадым. Соусыма осындай творожный сыр және 33% сливкемді құйып, және де 2 зубчик чесногымды теркадан өткізіп, жақсылап тұрып миксерлеп, соус дайын болды. Әбден біркелкі массаға айналған соусыма мен укропымды турап салып араластырдым. Сіздерде өз қалауыңызша укроп, петрушка, кез келген көк шөптерді қосуға болады. Міне менің соусым дайын, үстіне құятын. Енді қазір мен пицца жасауға кірісемін. Менің мына илеген пиццамның қамырынан жақсылап тұрып көтерілді. Ол бұл 2 пиццаның тестісіне арналған. Мен қазір өлшеп аламын. Теңде 2 бөлікке бөліп, біреуін мен пицца жасаймын, біреуін мен қазір қайтадан басып жіберіп, мешокке саламын да холодильниктің мұздатқышына салып тастаймын. Керек уақытта шығарып пицца жасай қою үшін менде дайын тесті тұрады. Міне осылай салып тастаймын мұздатқышқа. Енді мен тестімді жайып, пицца жасауға кірістім. Міне менің қамырым осылай жайып, шеттерін бүгіп алып, жаңа соусымды біркелкі қылып тестімнің үстіне жайып алдым. Енді съемкамды осылай үстіне салып шықтым. Міне осылай съемкамды барлық жеріне қойып шықтым. Мен қазір осы пиццамды 150 градуста 15 минутқа пісіріп аламын. Ол әзірше пісіп жатқан уақытта мен осындай 150 грамм сырды теркадан өткізіп дайындап қойдым. Міне менің пиццам пісіп жатыр, 15 минут пісіп болды. Енді алып үстіне сырымды себемін де бір 7 минутқа қайтадан духовке салып алдым. Міне пиццам дайын, өте ерекше дәмі бар, керемет пицца шықты. Сіздерде жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.